Қала әкімі Қайрат Досаев тұрғындардың ұсыныс тілегін тыңдауды жалғастыруда. Бұл жолы шаһар басшысы Шалғай Қарасу аумағының халқымен кездесті. Басқосуда айтылған әңгімелер сарыны келесі жылы бұл аумақта қарқынды құрылыстың көп екенін байқатты. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Кездесуде көтерілген алғашқы мәселе 600 орындық мектеп құрылысы. Бұл білім ордасын көтеру осы жылы басталады деп күтілген. Алайда әлі жобалық сметалық құжаттар дайындалу үстінде екен. Сонымен қатар көшелерді жарықтандыру тақырыбында тұрғындар тілге тиек етті. Бұл шаруада келер жылдың еншісінде. 29 октябрьде, мына осы өткен бір ай бұрын келісім шарт жасалды. Жобаның ведомстводан тыс сараптамасы өту мерзімі 30 жұмыс күні, яғни 25 декабрь 2010 жылы сараптама қорытындысы алынып, құрылыс жұмыстан бастауға 2020 жылға қаржы бөлу үшін бюджеттік өтінім ұсынылатын болады. Жиында балабақша жайы да қаралды. Айта кетейік, бүгінде бұл салада жеке кәсіпкерлікке басымдық беріп жатқаны мәлім. Тіпті білім ордаларда қазір мемлекет есебінен шығып жатыр. Сондықтан Қайрат Досаев мүмкіндік болса, бөбек жайларды жеке кәсіпкерлер есебінен көбейту қажеттілігін атап өтті. Сонымен қатар кездесуде дәрігерлік амбулатория мәселесі де көтерілді. Бұл нысанның құрылыс жұмыстары мен есепте тұрған науқастарға тегін дәрі-дәрмек алу бағытын жүйелендіру жаңа жылдан бастау алатыны айқындалды. Статустарымызды определять етіп жатыр. Өйткені 1 январдан апрельге шейін 3 ай сіздерді еще қабылдайды. Кімнің 16 категория адамдар, олар бірінші пакет ГОБМП-ны алады. Екінші пакет ГОБМП, олар барлық адамдар өзіне отчисление жасау керек ай сайын. Шалғай қарасулықтардың ортақ тағы бір тілегі бар. Олар әкімге аумақтық округ болып бөлінсек деген ниеттерінде білдірді. Алайда ол статусқа халықтың саны жетпейтіні мәлім болды. Әрине бұл әлеуметке қатты әсерін тигізе қоймасы анық. Алайда аталған аумаққа залал келтіретін шиеленген түйіннің баршылығы екені байқалды. Өйткені кездесуде тағы бір былықтың бас ашылды. Әзір көп адамдарды квитанция жасап, ескертуге уведомление. Артына жазып қойыпты 3 күн, 7 күн. Заң бойынша 30 календарных недель жазады. Және бұны ана жақта дистанционный управление бар. Кнопканы басып береді, қазір өшіп болады. Енді қосуға 2883 теңге. Бұл опломбированный алады. Егер 2883 теңге тайырыпқа төлемесем, газ Ал үнсіз қалған жауапты маман біздің арнаға да сұхбат беруден бас тартып, ат тонын ала қашты. Сонымен қатар тұрғындар жиында қоғамдық көлік, қоқыс, ауыз су тақырыптарында қозғады. Қайрат Әскербекұлы халықтың нақты ұсыныс тілектерін түртіп алып, барлық жұмыс жүйеленеді деп сабырлық етуге шақырды. Артынша арнайы топ Бәйтерек мөлтек ауданына тартып, ондағы көп қабатты үйлердің жағдайымен танысты. Өйткені әлеуметтік желіден осы бойынша өтініш түскен екен. Тек бұл мөлтек ауданның да қажеттіліктері алдағы уақыттың жоспарына енді. Нұрлан Әбдікәрім, Азат Байтемір, Жеті Ньюс.